Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен 9 мамыр жеңіс күні аясында аймақта және бір тағылымды шара ұйымдастырылды. 1972 жылдан 1982 жылға дейін Степногорск қалалық халық сотының төрағасы қызметін атқарған Петр Васильевич Жерлицынның есімі ұлықталып, мемориалдық тақта орнатылды. Бұл рәсімді Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан Баяхметов пен Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Әміров орындады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қошеметтеріңіз. Петр Васильевич соғыс ардагері, Ржев, Смоленск қалалары үшін болған шайқастарға қатысқан. Ұрыстарға 1943 жылдың қазанына дейін қатысқан Петр Жерлицын ауыр жараланып, 1944 жылдың мамыр айына дейін госпитальда болып, соғыс мүгедегі ретінде әскерден қайтарылды. Қызыл жұлдыз, бірінші дәрежелі отан соғысы ордендерімен 1941-1945 жылдардағы ұлы отан соғысында Германияны жеңген үшін медалімен марапатталған. Бейбіт уақытта құрмет белгісі орденмен наградталған. Өзінің 37 жылын сот қызметіне арнаған Петр Жерлицын бірнеше рет аудандық кеңестің депутаты және Степногорск қаласында қалалық кеңестің депутаты болып сайланған. Біз әр уақытта ұлыларымызды ұлықтап, батырларымызды бағалай білген елміз. Бүгінгі ашылып жатқан мына үлкен естелік тақтада соның айқын белгісі болып есептеледі. Біздің мына ардагеріміз сот саласының Петр Васильевич бүгін тірі болса 99-ға келетін екен. Ол кісінің қандай азамат болғандығын, қандай жаңағы басшы болғандығын, қандай заңгер болғандығын біз де жаңағы тарихтан жақсы білеміз. Өзінің қарапайымдылығымен, өзінің білімділігімен ортасында ойып орын алып, заңның үстемдік құруын қамтамасыз етті. Ерлердің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Ол кісілердің әруағы бізді қолдап жүрсін. Міне келе жатқан ұрпақтар сондай үлкен ұлағатты кісіден үлгі алсын, өнеге алсын. Арнайы шара жалғасында ел азаматына арналып орнатылған тақта алдына гүл шоқтары қойылып, 1 минуттық үнсіздік жарияланды.